бірақ маған үйдегілердің махаббаты өте қатты ұнайды. Біздің үйдегілердің махаббат оқиғасы да күшті басталған. Менің анам жас кезінде тұрып жатқан үйдің қасына жаңадан көршілер көшіп келеді. Ол үйде бір үлкен апаны көрген мама үйде тамақ жасап, бір порция тамақты апарып бере салайын деп ойлайды. Лағман жасап жатқан, лағманды апарып берсе, үйдің ішінде менің әкем отырады. Екеуі бір-бірін көреді, искра буря, сөйтіп ғашық болады. Бірақ бұл менің мамамның версиясы. Әкемнің версиясы бойынша менің мамам ана тамақпен оқытып алған батя. Дуалап, басын айландырып. Байқағаным біздің қазақтың әкелері мойындамайды вообще. Ғашық болғанын никак айтпайды. Бәрінің өздерінің бір хақ версиясы бар. Сол дұрыс, сол заң. Қалай болды? Ой, мен деген балам жақсы жүрген ғой кезінде. Ойбай, бүкіл ауылдың қызы есік алдына келіп, жан дос далаға шықшы, екінші әйелін қылып алшы хотя бы деп сондай болған. Көрші ауылдан қыздар келген ғой маған. Арасында Мадина Садуақасова бар деп. Сондай сосық болғасы ба деп бәтеден сұраймын. Суретіңізді көрсетіңізші деп. Жас кезіндегі суретін көрсетті, мама екеуін түскен. Ана суретке қарасаң, әкеме қараймын, әкем шашы ұйпа-тұйпа, беті безеу, ап-арық мынандай. Мына жерінде күсі бар. Қасында мамам тұрады. Әп-әдемі, көп күшті қыз болып. Суретке қарасаң, білмеймін, походу батя оқытып алған маманы.